Радикалды топтар әйелдерді қалай өз қатарына тартады? Олар біз радикалды топпыз деп бірден келмейді. Олар көбіне жылы сөйлеп, көмектескендей болып, тыңдап, қолдап, сенімге кіре бастайды. Әсіресе жалғыздық сезініп жүрген, өміріне қиын кезең өтіп жатқан, өзін ешкім түсінбейді деп ойлайтын әйелдерді тез байқайды. Сосын біз сені түсінеміз, сен жалғыз емессің, нағыз дұрыс жол осы деп жақындай бастайды. Кейде бәрі әлеуметтік желіден басталады. Бір видео көресің, кейін тағы бір уағыз, сосын жабық чатқа шақырады. Басында бәрі жай ғана дін туралы әңгіме сияқты көрінеді. Бірақ уақыт өте келе адамның ойын өзгерте бастайды. Олар көбіне әйелді жақын адамдардан алыстауға тырысады. Олар сені түсінбейді, олар дұрыс жолда емес, тек бізді тыңда деген сөздер айтады. Осылайша адам біртіндеп өз ортасынан алыстап, сол топқа тәуелді бола бастайды. Ең қауіптісі, олар дінді сылтау етеді. Бірақ шын мәнінде мақсаттары адамның сенімін күшейту емес, оның санасын басқару. Сондықтан интернеттен көрген әр ақпаратқа сене бермейік. Егер біреу сені отбасыңнан, достарыңнан алыстатып, тек өздерін ғана тыңдауға шақырса, бұл үлкен белгі. Сақ болыңыздар, абай болыңыздар, өздеріңізді алдауға жол бермеңіздер. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.